Қайырлы күн. Бүгінгі тақырыбымыз иммунды жүйе. Жалпы иммунды жүйе дегеніміз организмге сырттан бөгде микроорганизм кіргенде немесе тері немесе тін зақымдалған кезде іске қосылатын, яғни микроорганизмдер қай жерден кіруі мүмкін, сол жерлерде жиі шоғырланатын біздегі қорғаныс мүшесі болып саналады. Иммунды жүйені біз жүре пайда болған және де туа пайда болған деп екіге бөлеміз. Туа пайда болған иммунитет дегеніміз яғни барлық микроорганизмдерге ортақ структураны танитын, олар түскен кезде иммунды жауап бере алатын жүйе болып есептелінеді. Туа пайда болған иммунитетке физикалық барьерлерді, фагоциттерді, нейтрофильдерді, моноцит, макрофаг, дендрицит жасушаларды, базофильдерді, комплемент және тағы басқа бірнеше жүйелерді жатқыза аламыз. Бірінші физикалық барьерлер. Организмде теріде өте көптеген микроорганизмдердің колонизациясы орналасқан. Теріде біз тері бездері және де май бездері бар екенін білеміз. Олардан бөлінген гидрофобты май суды және де микроорганизмдерді итере алады. Ол терінің pH-ның төменділігі микроорганизмдердің өсуін тежейді. Және де ондағы бөлінген лизоцим және де ферменттер олар микроорганизмдердің структураларын бұза алады. Ал аммиак бактерицидті әсер көрсетеді. Екінші ол тыныс алу жолы. Жалпы тыныс алу жолы, ас қорыту, зәр шығару жыныс мүшелерінде шырышты қабықтар орналасқан. Тыныс алу жолында иммуноглобулин А бар. Иммуноглобулин А олар егер де патогенді микроорганизм ішке енетін болса, олардың эпителийге жанасуының алдын алады және де эпителий арқылы ішке қарай еніп кетудің алдын алады. Және де онда лизоцим бар. Шырышты қабықтағы микроорганизмдерді жояды екен, ал кірпікшел эпителий өзінің кірпікшелері арқылы микроорганизмдерді ұстап қалады. Жөтел, түшкіру болған кезде сыртқа шығуына жағдай жасайды екен. Ас қорыту жолдарында амилаза, тұз қышқылы бар. Олар микроорганизмдердің жойылуына алып келеді. Ал ондағы перистальтика диареяның және де құсуды шақырады. Бұл да микроорганизм сыртқа шығуына алып келеді екен. Келесі біз микроорганизмдерді, яғни бактерияларды немесе белгілі бір топтарға бөлеміз. Олардың біреуі комменсальды бактериялар. Комменсальды бактериялар біздің иммунды жүйемізге жақсы әсерін тигізеді. Неге? Себебі белгілі бір тінде, мысалы теріде комменсальды бактериялар және де бізге зиянды бактериялар орналасты дейік. Олар ондағы тағамдарға, яғни қоректік ресурстарға таласады және де орындарға таласады. Нәтижесінде бұл комменсальды бактериялар оларға қарсы арнайы қышқылдарды бөледі және де олардың жойылуына жағдай жасайды екен. Және де мысалы біздің ішегімізде де бірнеше бактериялардың бар екенін білеміз, өте көп бактерияның бар екенін білеміз. Егер адам антибиотик қабылдайтын болса, ондағы тіпті бізге қажетті жақсы бактериялардың да жойылуына алып келеді. Олар бізге тамақтың қорытылуына көмектесетін еді. Неге антибиотик ұзақ уақыт қабылдағанда адамда диарея болады? Себебі ол жердегі иммунды жүйенің әлсіреуінен мұндағы барлық бізге керекті бактериялардың барлығын жойып жібергендіктен ол жерде патогенді бактериялар іске қосылады. Мысалы кластридия деген секілді. Ал ол бактериялардың көбеюінен ол жерде диарея туындайды екен. Егер де физикалық барьерлер зақымдалса, не болмаса жарақат болатын болса, белгілі бір осы органдарда, не болмаса ол жерде бактериялар өте көп мөлшерде түсетін болса, белгілі бір шарт болса, суық тию деген секілді иммунитет төмендететін. Ондай болса, келесі иммунды жүйенің мүшелері іске қосылады екен. Оларға біз фагоциттерді жатқызамыз. Фагоциттер олар қоректенуші жасуша деген мағынаны білдіреді. Яғни олар бізде сырттан микроорганизм түскеннен кейін оларды жұтатын және де олармен байланысы оларды ішке қарай енгізіп, жұтып, жойып жіберетін арнайы жасуша болып есептелінеді. Олар, яғни қабыну реакцияларын реттеумен айналысады екен. Фагоциттер белгілі бір патогенмен байланысу үшін оның белогымен өзінің рецепторы арқылы байланысатынын айтуымыз керек. Және ішке енгізгеннен кейін біз оны фагосома деп айтамыз. Ішке қарай енгізіп алды. Фагосома болғаннан кейін ол жаңағы бактерияны қорытып жібереді. Оның ішіндегі заттар сыртқа қарай шығады. Сөйтіп бұл мысалы белогы өзінде сақталып қалады да, келесі жолы дәл сол бактерия ішке қарай енсе, немесе микроб деп айтайық, микроб ішке қарай енсе, онда ол оны
жаңағы биология арқылы таниды. Сөйтсе бірден оны жойып жібереді. Жаңағыдай байланысып, ішке енгізіп деген секілді сатылардан өтпей, бірден оны жойып жіберуге әрекет жасайды. Жалпы бұл бізде фагоцитоз процесі деп аталынады екен. Үшінші жасушалар олар бізде нейтрофильдер. Нейтрофильдерді біз полиморфты лейкоциттер деп те айтамыз. Олар сүйек кемігінде түзіледі. Сүйек кемігінде біз білетіндей қызыл және де сары кеміктен тұрады. Қызыл сүйек кемігінде арнайы қан жасушаларын өндіретін жасушалар бар. Қызыл, яғни эритроциттерді, лейкоциттерді, тромбоциттерді өндіреді. Өндіргеннен кейін сүйекте арнайы қан тамырлар кіретін орын бар. Ол арқылы кірген қан тамырлар арнайы дайын болған жасушаларды алып, ары қарай оларды алып қан тамырына, яғни айналымдағы қанға жібереді. Дәл солай нейтрофильдер түзілді. Біз нейтрофильдерді олар түйіршікті лейкоцит деп айтамыз. Түйіршіктеріне байланысты біз оларды біріншілікті және екіншілікті деп бөлеміз. Біріншілікті нейтрофильдерде миелопероксидаза, екіншілікті нейтрофильдерде лизоцим, коллагеназа, лактоферин деген ферменттер бар. Бұл ферменттер организмге түскен бактерияларды, микроорганизмдерді жояды. Мысалы, бір тері жарақаттанды деп алайық, тері былай жарақаттанып қалды. Жарақаттанғаннан кейін арнайы цитокиндер, молекулалар, олар нейтрофильдердің сүйек кемігінде өндіруін арттырады және тезірек пісіп жетілуін күшейтеді және қан айналымдағы қанға тезірек қосылуына жағдай жасайды. Олар бөлінгеннен кейін нейтрофильдер интерлейкин 8-ді және эндотелийді активациясына алып келеді. Олардың барлығы нейтрофильдердің жаңағы зақымдалған тінге қарай миграциялануын жылдамдатады екен. Сосын нейтрофильдер барып жеткеннен кейін ол жердегі арнайы бөтен микроорганизмдер танып оларды жояды. Жаңағы фагоцитоз процесі іске қосылады екен. Дәл осы жерде олардың жойылуының бірнеше механизмдері бар. Мысалы, тотығу процесі арқылы, яғни бұл жерде оттегі қатысында жүзеге асады. Екінші тотықстану, яғни бұл жерде оттегінің қатысынсыз мына айтылған ферменттер арқылы ол жасушаларды, яғни микроорганизмдерді жояды. Үшінші ол нейтрофильді жасушадан сыртқы тор немесе тұзақты түзу арқылы. Бізде нейтрофильдер эластаза секілді арнайы молекулаларды белсендендіреді. Олар осындай матрикс түзеді. Бұл матрикс, яғни торша секілді зат, бұл жаңағы түскен микробтың белогымен байланыс алады да, ол байланысқаннан кейін ол жерде фагоцитоз процесі қатысынсыз ақ микробтың жойылуына алып келеді екен. Енді организмде көп фагоцитоз процесі болып жатыр. Осындай көптеген торшалар түзіліп жатыр. Нейтрофильдер микробтардың барлығын өлтіріп жатыр. Бірақ мұның барлығы нейтрофильдердің азаюына, олардың да жойылуына алып келеді, яғни олардың да жойылуы болады екен. Нейтрофильдер жойылғаннан кейін олар жанындағы, яғни олардың ішіндегі молекулалар сыртқа қарай шығады. Нейтрофильдің ішіндегі жаңа бактерияны жоя алатын лизосомалық ферменттер коллагенді бұзады, яғни жанындағы тіндерді бұза бастайды. Көп нейтрофильдердің барлығының жиналуы, яғни жойылған нейтрофильдердің барлығы жиналып, ол жерде ірің пайда болуына алып келеді. Ал егер де ол өте көп мөлшерде болса, ол тіпті абсцесске дейін алып келуі мүмкін. Келесі жасуша ол бізде моноциттер мен макрофагтар. Жалпы моноцит дегеніміз ол да бізде сүйек кемігінде түзіледі, сөйтіп ол қанға түседі. Қанға түскен жасушаны біз моноцит деп айтамыз. Біраз уақыттан кейін ол бізде тінге, яғни перифериялық тіндерге барып, ол макрофагқа айналады, яғни дифференциация болады. Біз оны макрофаг деп айтамыз, бірақ әрбір тінде ол әртүрлі атауға ие болады. Мысалы, ол бізде бас миына микроглия деп аталынады, бауырда ол куфер жасушалары деп аталынады. Немесе ол ұлпаларға барады, гистиоцит деп айтамыз біз оны. Теріге барып лангерганс жасушаларына, сүйекке барып остеокластқа, өкпеге барып альвеолярлы жасушаға айналады. Бүйрекке барып мезонгиальді жасушаларға айналады екен. Яғни дәл сол макрофаг, дәл сол қызмет, бірақ атауы өзгеше. Енді макрофагтардың қандай қызметі бар? Бірінші қызметі ол қабынуды күшейтеді. Яғни интерлейкин 1, 8 ісік некрозаушы факторларды бөлу арқылы қабыну фазасын күшейтеді. Екінші микроорганизмдерді жояды. Фагоцитоз арқылы немесе жаңа айтылған тотығу, тотықстану механизмдері арқылы. Үшінші тазалау, қалпына келтіру, яғни жаңағы әртүрлі тінде орналасқан макрофагтар, егер де ол жерде некроз, апоптоз процесс болса, онда қалдықтарды жояды, токсиндер болса, оларды шығарады, жара болса, жараның жазылуына, тыртықтанудың тез болуына жағдай жасайды. Төртінші,
туа пайда болған және жүре пайда болған иммунитетті байланыстырады. Біз қазір туа пайда болған иммунитет туралы айтып жатырмыз. Егер сырттан антиген түсетін болса, егер антигенді танымаса, бұл макрофагтар Т жасушаларын шақырады. Бәлкім сендер танитын шығарсыңдар деп. Егер Т жасушалар таныса, ол цитокиндерді бөледі. Бөлінген цитокиндер макрофагтардың әсерін күшейтеді. Яғни бір-бірінің қызметін арттырады. Бұл екі иммунитетті байланыстыратын тағы бір қызметі деп айта аламыз. Келесі сабақта біз бұл тақырыпты жалғастырамыз. Дендритті жасушалар туралы, базофилдер туралы, комплемент жасушалары, цитокиндер туралы айтамыз, және де жүре пайда болған иммунитет туралы келесі сабақтарда қозғайтын боламыз.